Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жас тұсаукесерге арналған кәжекейдің тігілу жолымен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті маталар: матовый пилюр, габардин матасы, қайшы, дублерин және оюлар. Мүмкіндік болса, осындай оюлар алғандарыңыз жақсы. Мен қолда бар оюлармен жасадым. Алдымен лекалаларымызды дайындап аламыз. Диадемамыз бен пинеткамызды алып қоя тұрамыз. Алдымен шығарылған лекалада өлшемдер көрсетілген 19-15 см. Соларды сызғышпен өлшеп көреміз. 1-2 мм кем болса ештеңе қылмайды, 1 см кем болса қайта шығарасыз. Бұл сіздің кәжекейіңіздің дұрыс шығуы үшін маңызды. Алдымен велюр матамыздың түгін төмен қаратып, видеода көрсетілгендей етіп, лекаламен сызып алатын боламыз. Осы лекалаларды алғыңыз келсе, төменде WhatsApp номерімді қалдырамын, және ұл балаларға арналған бір жас лекалаларымыз бар. Қию барысында маталарымыздың жылжып кетпеуін бақылаңыз. Матамызды орнынан қозғалтпаймыз, тек қайшыны жүргізіп отырамыз. Әйтпесе біздің матамыз қиылуы мүмкін. Және де қолтық ойындадағы сызықтарды да 1 мм етіп қайып шығамыз. Келесі кезекте кәжекейіміздің етегін тігетін боламыз. Оның да түгін төмен қаратып, видеода көрсетілгендей етіп қиып шығатын боламыз. Және де астар матамызды, велюр матамызды қиғандай етіп, дәл солай қиып аламыз. Келесі кезекте бізде басты матамызды дублеринде аламыз. Клей жақ бетін матамыздың артқы бөлігіне үтіктің көмегімен жабыстырып аламыз. Жабысқан бөлігін қиып аламыз. Лекалаларымызды қимай тұрып, велюр матамызға дублеринді жабыстырып, содан соң лекалаларымызды пішуге болады. Сіз өз қалауыңызбен жасаңыз, маған осылай қолайлы. Әрі қарай оюларымызды орналастырамыз. Тігіске кетіп қалмас үшін жанынан 1 см сызғыштың көмегімен сызып аламыз. Оюларымыздың үстіне мата жауып, үтіктің көмегімен жабыстырып алатын боламыз. Әрі қарай жабыстырылған оюларымызды машинкада тігіспен тігіп шығатын боламыз. Тігісіміз басты матаға шығып кетпеуін қадағалаңыз. Және де оюларымызды артқы бойға да жабыстыруға болады. Мен тек алдыңғы бойға жабыстырдым. Сіз өз қалауыңызша жасаңыз. Келесі кезекте иықтарын қосатын боламыз. Мен осылай инемен түйреп аламын. Және де машинкамызда 1 см-де тігетін боламыз. Тігілген тігістерімізді 2-ге ашып, өтектеп алатын боламыз. Дәл солай астарлық матамызды да тігіп алып, тігістен ашып, өтіктеп алатын боламыз. Ендігі кезекте бізде кәжекейіміздің иығымызды 1 см көлемінде тігіп алатын боламыз. Және де дәл осылай артық жерлерін қиып алып тастап, оң қаратып, өтектеп аламыз. Тігілген иықтарымызды машинкамызда тіке тігіспен жүргізіп өтеміз. Және де астыңғы жіпті тарту арқылы бүрме жасайтын боламыз. Жібімізді ұзынырақ етіп алғанымыз жақсы. Қолтық ойындысына иық бүрмемізді қосамыз, және 1 мм етіп қиып кеткен жерлерімізді иық бүрмемізге біріктіретін боламыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей асықпай бүрмелерімізді бір тегіс етіп орнататын боламыз, және машинкамызда 1 см-де тігіп шығамыз.
Артық жіптерімізді қиып алып тастап, астарымызды біріктіретін боламыз. Иненің көмегімен түйреп аламыз. Ең алдымен біз қолтық ойындысын тігетін боламыз. Машинкамызда тіке тігісте инелерімізді ақырын алып отырып 1 сантиметрде тігіп шығамыз. 2 қолтық ойындысын. Тігіп болғаннан соң осылай тігіске жеткізбей қиып шығатын боламыз. Бұл жер ойынды болғандықтан дәл осылай тігіске жеткізбей қиып шығамыз. Келесі кезекте біз осылай алдын тігеміз. Оны да 1 сантиметр көлемінде тігеміз және де ойынды жерлерді тігіске жеткізбей қайшының көмегімен қиып шығатын боламыз. Содан соң оңға қаратып жандарын тігетін боламыз. Жандарын тігу үшін ең алдымен біз өтектеп алатын боламыз. Өтектеп алған кәжекейімізді дәл осылай жанын бүйір бетін бүйір бетіне, астар бетін астар бетіне қосып, инемен түйреп 1 сантиметр көлемінде тігіп аламыз тіке тігісте. Жандарын тігіп алғаннан соң бізге етегін тігу қажет болады. Етегін тігу үшін бүйірімізбен астарымызды қосып біріктіріп 1 сантиметрде тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан соң екі ортасын ашып дәл осылай тіке тігіс жүргізетін боламыз. Етегімізді дәл осылай ішке қарай жіберіп өтектеп аламыз. Бүйір бетін бұл етегіміздің әдемі көрінуі үшін. Және дәл осылай ортасын белгілеп аламыз. Машинкамызда тіке тігіс жүргізіп аламыз. Закрепка бермейміз. Жібін ұзынырақ етіп алып бүрме жасаймыз. Біз 2 рет тіке тігіс жүргіземіз. Бұл бүрмеміздің тегіс әдемі шығуы үшін. Дәл осылай астыңғы жіпті тарту арқылы бүрме жасап алатын боламыз. Кәжекейіміздің белін дәл осылай өлшеп аламыз және бүрмемізді соған сай етіп бүріп алатын боламыз. Кәжекейіміздің де дәл ортасын тауып аламыз. Ортасын белгілеп кеткен сызықтарымызды бір-біріне қосып, тек бір-біріне бүйір бетін ғана тігетін боламыз. Машинкада тіке тігісте. Келесі кезекте біз астарымызды дәл осылай қосатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, инемен түйреп, тігістерімізді бір-біріне қосып, машинкада тіке тігісте тігеміз. Және де тігу барысында ортасынан закрепка беру арқылы 10 сантиметрдей орын қалдырамыз. Бұл біздің дайын болған кәжекейімізді кері айналдыру үшін қажет. Тігіп болғаннан соң артық жіптерімізді қиып алып тастап, қалдырған орнымыздан айналдырып шығарып алатын боламыз. Және де бүрме жасау үшін жасалған екінші тігісімізді сөгіп алып тастайтын боламыз. Және де біздің кері айналдыру үшін қалдырған орнымызды көрінбейтін тігіспен тігіп шығатын боламыз. Осымен менің кәжекейім дайын. Сіз өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Менің видеом пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.